Бүгін біз сіздермен осындай пигоди жасаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды және суымызды құйып, жақсылап ұнды араластырып аламыз. Міне қамыр болғанша араластырамыз. Енді үстінен кішкене сұйық май қосып, осылайынан барлығын араластырып, көтерілгенше қойып қоямыз жылы жерге. Енді салмасына осылай капустамызды жұқалап турап аламыз барлығын, және де жуаны осылай тураймыз, барлығын жұқалап турап бір ыдысқа салып, үстінен тартылған етімізді қосып, оған тұз және қарабұш қосамыз. Бары осыны қоссаңыздар, осының өзінен дәмі әдемі сочный болып шығады. Енді көтерілген қамырларымызды осылай өзіңіз қалаған бөлікшеге бөліп аламыз. Үлкен қылсаңыз үлкен, кіші қылсаңыз кіші қылып бөліп аласыз. Барлығын осылай дайындап қойып, жайып қамырымызды ортасына салмасын салып, түйіп дайындап аламыз барлығын алдын ала. Міне біздің пигодиларымыз осылайынан түйіп алдым. Енді мантоваркамыздың астын майлап, осылайынан барлығын салып шығамыз. Және де қайнап тұрған мантоваркаға салып 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пигодиміз дайын, өте жұмсақ, ортасындағы салмасы да әдемі болып піскен. Жеген кезде өте дәмді әрі тойымды. Баршаңызға рахмет. Менен тағы рецепт күтіңіздер.